Басыңа қайғы келсе де, қуаныш келсе де, сен үшін бірдей болу. Мәселен, сіз байсыз, сізге көмекшіңіз хабарласты. Бас екен, біттік, құрыдық, банкрот. Мешітке келгенде бәріміз тақуа болып көрінеміз, тақия киіп келеміз, сүннеттер оқимыз, үй оралған ешнәрсе оқымаймыз. Парыздар зорға оқып жүреміз. Бар ғой? Жоқ па? Башқа сондайлар. Кейбіреулердің тақуалығына мешітке кіргеннен басталады, біреулердің тақуалығы. Мешітте кемшіліктерді көре бастайды, үйде кемшіліктерді көрмейді. Мешітте кемшілікті көреді, имам неге істемейді анан деп. Сен үйіндегі бала шағаң киіндіріп болса, көке, имам не істейсің сен? Имамда шаруаң не? О да ісің не сені? О бейшара өзінде зорға сүйреп жүрген адамда шаруаң не? Солай ма?